Йоу, барлықтарыңа саламатсыздар, сіздермен бірге мен Мико, және бұл бомж өмірі 8-ші бөлім. Бүгінгі видеода тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай өзім автопаркты жинайтын боламын, и сендер де осы видеоны әшейін қарамай лайк басып отырыңдар. Ал мен көп сөйлемей видеоны бастаймын. Короче, алдыңғы бөлімде осы жерден біткен, и қазір мен осы артымда тұрған парный катананы сататын боламын. Қазір ол қанша баға қоятынын білмеймін. Қазір өзімнің инвентарға кіріп, өзімнің катанамды инвентардан шешіп тастаймын. И тағы да трейд жібереді маған. И содан кейін қаншаға сатуға болатынын көреміз қазір. Бұл мен ақылдасқан да жоқпын. И қазір алам деді, бірақ трейд жіберді. Иә, қабылдады. Енді бізге қанша қойғанын көрейік бағаны. И 460 нормальная сумма ғой. Сразу обменять, подтвердить, и все. Кайф, сатылды, спасы деп жазып кетейік, и все, кеттік ары қарай. Сол кезде менің ішім пысып, и мен кәдімгі Black Rush'a Halloween'да шыққан Among Us'ты ойнап отырмын. Қазір мына видео 5x, сол үшін, короче, чат ашты, кім деп отыр, барлығы Уикмарға істеп отыр. Бля, я бір раз дейді, өйткені ол не болды? Вампир болды. И сол үшін окей деп мен де оған дауыс бердім. И менің қазір көтімді ашып бермесе, все. Ол емес екен, кеттік ары қарай жүреміз. Деп жүрсек, мен вампир екем. И қазір мен кәдімгі Джонни Кудоус деген адамды өлтіріп тастадым. И ол кім десеңіздер, Black Pass'тағы бірінші орында тұрған топ 1-дегі, и осы Halloween'да бірінші тұрған топ 1-дегі адам ғой, короче. Жаңа өлтіріп тастадым. Ну, голосуйте уже, короче, осылай быстрее деп жаздық. Уж, блядь, АФК человек надоел дедім, и ол Неро деген вампир болып шықты. И өзім қазір мынауын өлтіріп тастадым. И катаныш жүреміз да, и маған дауыс бермесе болды. Ей, бля, қазір маған дауыс береді. Отвечаю, уже мені өлтіріп тастады. Барлығы маған дауыс берді, мен пропустить етіп жүрдім, и маған 1000 рубльмен 8 энергия берді. Содан кейін мен жаңа қалған ақшаға BMW E34 алдым. Осындай қазір цветін көк цветке ауыстыратын боламыз. И сразу осылай, жаттап алдым, көк цвет қылам деп. И все, 16.000 теңге кетті. Енді маған родноим Гожо Диас деген бала, и маған осы BMW мен қасына ақша қосып берем деді. Обмен лақтырып отыр. Жаңағына заз алдым. И все, мен чатта қарасаңыздар BMW M. Все. 800 теңге мен и BMW E34-ті патарит етті. Қазір оның цветін өзгертетін боламыз. Уже келіп қалдық. И ішіне кіріп, қазір цветін әдемі көк цветке боямыз. Уже 18.000 теңге кетті. И содан кейін кейс аштым. Қазір кейстан маған Нива түсті, оның қосқа сілтетіп жүрдім. Мына автопаркты қарасыңдаршы, епа. Сол кезде осы BMW-ны сатып жібердім, и автопарктың барлығын сатып жатырмын, барлығын. И содан кейін менің қолымда и Porsche бар. И содан кейін 6x6 алдым. Короче, Кайзикке 9 миллионмен кетіп бара жатырмын. Енді қолымда тұрған ақшам 13 миллион. Содан кейін мен көп ойланып, и түнде ұйықтамай ойынға кіріп Кайзикке барған болатын. И сол кезде мен Кайзиктан 31 лям көтерген болатын. И сол ақшаға мен өзіме F90 алам деп шешкем. И мен авторыныққа барып, и алам деп жатқан кезде ол обменмен сазбен жасаймын деді. Сол кезде мен жасап жатқан кезде ол маған стоковый, яғни автосалоннан алынған, дым істелмеген F90-ны бер жерді. Еще мен оған 13 миллион доплата қосып бердім. Сол кезде өзімнің жыным келіп, Кайзикке қайтап барған болатын. Сол кезде қайтап көтеріп, и Кайзиктен шыққан ақшаға мен өз жаңа стоковый F90-ды жинақтаймын деп шештім. Қазір мен өзіме осындай сұр цвет таңдаймын деп шештім, и оны 105 мыңға сатып алдым. И вернуться, и қазір тонировка қойып жатырмын. Қазір алдына қоямыз 115 мыңға, и артына да 115 мың кетеді. Міне сатып алдық. Енді маған кәдімгі артында тұрған дауыс шығаратын, яғни звукиді басамыз,
өзімізге вейхал алатын боламыз. Қазір барлығын тыңдап көресіздер. Өздеріңізге ұнағанда комментке жазып кетіңіздер. Маған осы соңғысы ұнады, оны 335 мыңға сатып аламыз. Енді осы 4-ші тұрған страбыйт сатып аламыз. Содан кейін бізге дальний светті да сатып алу керек болады. Оны да сатып аламыз. 19.500 теңге екен, арзан теңге екен. Енді бізге қызыл цвет ұнады, солны 210 мыңға сатып алдым. Енді бізге яғни керек ол спорт прошивка. Енді ішіне кіріп тюнинг бірінші тұрғанға спортты қоямыз. 680 мың 5 рет қоямыз. Еба! $4 миллионымыз кетіп қалды. Енді бізге Nitro 10X керек. Оны 680 мыңға қайта сатып аламыз. Ала берейік, бәрібір. Купейді. 680 мың кетті. 680 мың деген аз ақша емес. Енді бізге осы БТР-дағы S100 керек болады. Сен әлі лайк баспай көріп отырсың ба? Лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпа. Ең қызықты сәттер ол менің Telegram каналымда болады. Telegram каналымда 100 адам кірсе, мен 1000 Blackcoin ойнататын боламын. Ал сен құротпай тіркеліп шық. Ең біріншіден бізге общий клиренсті өзгерту керек, яғни 24-ке. Сатып аламыз 990 мыңға. Ебайт. Содан кейін бізге алдыңғы дөңгелектің колесын өзгертетін боламыз. Оны 525 мыңға. Енді артқы дөңгелекті де өзгертеміз. 1 миллион кетіп қалды. Сразу әшін кетіп қалды. Енді бізге дөңгелектің радиосын 765 мыңға 12%-ке өзгертеміз. Содан кейін бізге, яғни осы диске керек болады, Хре R101 деген. Яғни болды. Осымен бітті.